Бүгінгі тақырып квадрат үшінші бекіту сабағы. Біздің мақсат қандай? Квадрат үшіншінің түбірін ұғымын меңгеру. Осы уақытқа дейін квадрат түбірлерді біз шығаруды білеміз, қай санның түбірден қай сан шығатынын. Үш мүшеден екі мүшенің толық квадратын бөлу, квадрат үш мүшенің көбейтгіштерге жіктеу. Көбейтгіштерге жіктегенде не істейміз? Квадрат теңдеу алып, ары қарай не істейміз? Түбірлерін тауып аламыз. Біз сабақты бастамас бұрын психологиялық дайындап бірге жүріп отырыңдар сайтын. Осыны бірге бәріміз бастайық. Ал бастайық. Жатқаулықты тастаймыз, сабақты біз әрдайым тек көңілді бастаймыз. Білім жолымен жүреміз, арасында ойнап та күреміз. Жақсы, молодец болды. Енді бізде қуаттағыш әдісі алдыларында тұрған соткының не істейміз? Қуаттаймыз, әр балаға қуаттағыш бердім. Дұрыс бір бал болады, соны не істейсіңдер? Бір жолын бояп қоясыңдар. Бұл сабақта үнемі жүріп, үй жұмысын пысықтауға айнымалы бекеттер аталады. Қазір қай оқушының аты жөнін түсеп, сол оқушы шығады. Ал онда кеттік. Санжар. Келеуі. Санжар бізде сары түсті, сондықтан екі сары түстің біреуін алып, сұраққа жауап бере қой. Төртінші дәрежелі теңдеудің шешу үшін не қолданамыз? Жаңа айнымалы арқылы қолданамыз. Жақсы, молодец, отырып. Біздің жатыс кетті. Қарасақ бізде қызыл сұрағын аламыз. Бұл деңгейлік сұрақтар, қызыл сұрақ, ең сұрақтар, Тоғыз квадрат теңдеу дегенімізде, егер де А емес керісінше Б мен С нөлге тең болатын болса, біз оны тоғыз. Тоғыз квадрат дейміз. Жақсы отырады. Квадрат теңдеудің шешудің қандай түрлері бар? Квадрат теңдеудің шешудің түрлері вид теоремасы және де дискрет арқылы. Және топқа бөліндік, біз вид, дискрет. Жақсы отырады. Ал не? Жақсы оламыз, Квадрат теңдеу дегеніміз не? AX квадрат минус BX қосылғансы теңдеу деген квадрат теңдеу болып саналады. Жақсы отырады. Adil. Kvadrat üçbüçe degenimizde. Kvadrat üçbüçe degenimiz AX kvadrat plus BX plus S teң осы формуламен шығарылатын барлық есептерді біз квадрат үшбüçe деп атаймыз. Жақсы отырады. Болды ма? Енді бізде батыл әдісі қазір тапсырмалар беріледі, соны естейміз, шығарып, ортаға келіп түсіндіреміз. Және де екінші топтан батылға шақыратын болып боламыз. Ары қарай. Бірінші тапсырма. Тоғыз мен жүз тоғызға қарама-қарсы тоғыздан да оны үшке көбейткен кезде тоғыз, тоғызға квадраттан кез тоғыз болады. Бізде
birinci tapsırmada soğunsuz kvadrat dengelidir. Kvadrat dengesinin bölünüşü yok. İkincisi kvadrat dengeli. X kvadrat. Şeyin karama arasında. Şeyin karama arasında. Sonra senin X'in var. Nesini kvadrat. Onu tıbrasını. Birinci karama arasında. Şeyin ikinci tıbrasını al. İkincisi kompoziye. Bizga berilgani 3x kvadrat minus 27 teng 0. Ya'ni biz chiqargan кезде birinchi x kvadratni yaxshilab olamiz. Ya'ni bir-biriga teng кезде 3x yaxshilashgan x kvadrat minus 9 teng 0 bo'ldi. Endi biz minus 9 ning qarama qarshi soni 9 olamiz. Sonda bizde 2 tubi chiqdi, x teng minus 3, x teng 3. Nega sebebi bizde 3 de minus 3 de және 3 de kvadratdan кезде 9, ya'ni x ning ma'ni chiqdi. Жақсы. Asıl konusunda бұл жерде айнамалар үшінші оларды жақшаны не келген кезде x квадрат алынған 36 деп жазамыз. Жақшаның ішіндегі сандарды апарып оң жаққа алған кезде минус 36-дан 36 шықты. оң жаққа апарған кезде таң болса де. Иә. Неге минус 6 мен 6 шықты деп ойласаңыздар, екеуінде квадратқа жіктеген кезде 36 шығады. Иә, 36 жақшаны минус 6 мен 6 жақшаны. Жауап қалдай. Bizga berilgan екіншісі x kvadrat minus x teng 0. Bu yerda biz x kvadrat жақшаның sirtına 1x alamız, sebebi x kvadrat 1x'da жақшаның ішine alıp x'ti biz 1 deb alamız. Odan keyin biz üçüncü çıkarmamız gerek. En birinci x teng 0 çıkarmamız. Bu yerda üçüncü turganlıktan x minus 1 teng 0, x teng 1 deb javaplarni çıkarmamız. Және де bizde çıkan cevap 0 мен 1. Жақсы отырады. Қолдандық. Бұл жерде 2y квадрат минус 8y плюс 4 тең 0. Яғни біз бұл жерде 8y квадрат аламыз. Бізде 8-ді 8-ге көбейткен кезде 64 шығады. Оның мәні бойынша 4, аның орнына 3 аламыз, сын орнына 4 аламыз. Бізде 4-ті 3-ке бұл 3 мәнінен бізде 48 шығады. Бізде 64-тен 48 алған кезде 16. Және де дискриминант 0-ге тең болғандықтан одан 2 түбі шығады. Біріншісінде азайту амалы, екіншісінде қосу амалы қолданылады. Біріншісінде біз 16-дан 4 шығады, 2-ке өткен кезде 6, 4-тен 2, 6-тан 3 шығады. Ал x квадрат екіншісінде қосу амалы қолданылады. Бұл жерде де біз 8, 16-дан 4 шығады, 8-ге 4 қосқан кезде 12, бөлімінде 6, 12-ні 6-ға бөлінген кезде 2. Сонда бізде бұл бірінші мәнде 3-тен 2, біз бұны бөлшек ретінде алмаймыз. Біз оны 3y минус 2 деп жазамыз. Ал екінші шыққан мәнде y минус квадрат 2 деп аламыз. Сонда мұнан нөлді алып тастап, осының несі болып тіркеп, екіншіге жазуға болады. Жақсы, отырамыз. 8-ге тура сол сандарды түркеде 15 шығу керек. Біз бұл жерде 3 пен 5 саналдық, 3-ке 5 қосса 8, 3 жерде 5-ің 15. Бұл жерде x1-іміз 8-ге тең болды, x2-іміз 15-ге тең болды. Сендер бірақ екіншіге келтірмеге түсірі. Қалай болады? Ауызша айтсаң да. Жақшаны, бірінші жақшада қалай? Бірінші жақшада бірінші түрлерімізде x минус бірінші түрлерінде шеге? 8-ге. X минус 8, екіншісі x минус 15. Жақсы тоқы. Жарайсыңдар? Өздерін бір-бір оқушы шығарамыз. Бет дискриминат ақылдасып бір оқушы. Бірінші кім шығарады? Қарсы топ білмеу керек. Мен қазір. Кел тұр, жақын тұр. Кім бірінші ұрады, дұрыс жауап, соған 1 балл. Иә? Ал. 100-ден. Мизайлы 1 балл. 625-ден. Мизайлы 2 балл. 81-ден. 81-ден. Иә, Санжар 1 балл. 225. Сөйлен аз. Бұл жылдан қашып мағалыз. 2 балда жақсы отырған. Достық жерді. 121-ден. Қараса.
676'dan. 16, oy, 17 var. 676'dan. 16. Молодец. 620. Молодец. Жақсы. Қарасатта 3 болады, әдейде 2 болады. Жақсы отырады. 4 сандан айтылады, мұқият боламыз. 400. 484. Бізде аяқ жақ санға қарау болу де, қай санды көбейтсем 4 жақ келген. 22. Жоқ. Басқасын білмеймін. 484. 169. 169. Молодец. 2-де 1. Ең соңғысы 441. 441. Бірмен аяқтап тұр. Қай саның болуы мүмкін? Молодец. 3-де 1. Амелет жеңді. Жақсы. Амелет 3-де қуаттан тұрсың. Сұлтан, білесің ғой ойыншасын, е? Жүріп кел, екінші жұлыңның қолын аласың, екінші жұлың жүрген. Кім бірінші басайды? Қолдан. Жүр. секунд. Дискриминанттың формуласы. Жақсы, молодец. Кетті ме? Бәжін ала берсін деймін. Тез. Çoğumuzda kaderiniz düzeltüge buladı ya. Bu oyun çarpısı var. Tez. 35 sekund. Жақсы отырып ойнап, шапалақтап қояйық. Бастадық па? Тұрамыз. Секунд. Daha qarab 70 diskriminal keltirilgan kvadrat tengdir. Kvadrat kuchini ko'rsatib жақсы. 3 to'pda ne bo'ldi? Javoblar joyingizda unaqa like bosib olib. Lepil qo'yib olib. Сабақ өте көңілді және де қызықты болды. Біз бүгінгі мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Тамаша. Жақсы. Маған ұнады, көңілді. Лайк жоқ болсын, көңілді лайк болады. Жақсы. Сериалымыз ұнады, етте логика өте қажет етеді. Сол себептен санаға өте қызық болды. Жақсы. Қызықты болды, маған күтіп жұмыс ұнады. Жақсы. Тағы бар ма?
Var болды. Жақсы. Бет теоремасымен шартты. Парасат. Өте жақсы. 200% оқимын. 100% маған. Жарайды. Бүгінгі сабаққа 10 балдың. Санжар, қанша пайыз болды? 90 пайыз. Жақсы. 9 бал. 70 пайыз ба? 7 бал, иә? Тағы кімдер бар? 100 пайыз, 10 бал. 88 бал. 95. Плюс 9 бал. Өте жақсы балалар.